Сіз дәл қазір өз денсаулығыңыз бен болашақ балаңыздың өмірін қалыптастырып жатқанын білдіңіз бе? Ғылым дәлелдегендей, болашақ ата-ананың балалық шағындағы стресс, өмір салты мен зиян әдеттері олардың ұрпағының денсаулығына тікелей әсер етеді. Және бүгін біз Серік Еркинан және Өтепберген Ардана осы подкаст барысында болашақ ата-ананың өмірі бала кезден басталады тақырыбын қозғайтын боламыз. Бұл подкастта біз медицина тұрғысынан ғылыми деректерге сүйене отырып, балалық шақтағы стресс пен оның болашақ балаға әсерін, ата-ананың тамақтану және өмір салт әдеттерінің генетикалық ықпалын қарастырамыз. Ал кеттік, денсаулықтың болашаққа әсері туралы білгіміз келсе, тыңдайық. Болашақ ата-ананың өмірі дегеніміз нәресте сүю және ұрпақ жалғастырумен тығыз байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің демекші, олардың болашағы бала кезден басталады. Балалық шақтағы қолайсыз тәжірибелер, яғни отбасыдан қысым көру, ұзақ уақыт бойы психологиялық мәселелер, созылмалы ауруларға байланысты. Бірақ олардың репродуктивті денсаулыққа әсері аз зерттелген. Таңдап алынған 20 мақала ішінде ортақ нәтижесіне көз жүгіртсек, балалық шақтан бастан өткерген стресс әйелдің гормондық тепе-теңдігін бұзып, кортизол деңгейін жоғарылатып, прогестерон мөлшерін төмендетеді. Бұл бедеулік пен жүктілік кезіндегі асқынулардың қаупін арттырады. Зерттеулерге сәйкес, балалық шағында психологиялық жарақат алған әйелдер ерте босанумен босануда күрделіліктер 1,5 есе немесе 2 есе жиі кездеседі. Сонымен қатар, Science Direct зерттеулері бойынша 237 қатысушының арасында 31,6% эмоционалдық, 19,8% жыныстық, ал 41,7% әйел адамдар физикалық зорлық-зомбылықтың құрбандары. Олардың айтуларынша, балалық шақтан бастан кешірген эмоционалдық және физикалық зорлық-зомбылық денсаулықтарына қатты әсерін тигізді. Себебі гипоталамо гипофизарлы жыныс бездері жүйесінің жұмысының бұзылуына келіп, бедеулік пен гормоналдық теңгерімсіздік қаупін арттырды. Зерттеулер көрсеткендей, зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдердің ерте босану ықтималдылығы 60%-ға, ал түсік тастау қаупі 42%-ға жоғары. Яғни, бұл болашақ ата-ананың нәресте сүю мүмкіндігін күрделете түседі. Ауру астан, дау қарындастан демекші MDPI және де кардиобейс диабетолог мақалаларына сәйкес, әкенің және ананың бала кезден бастап тамақтану әдеттері эпигенетикалық өзгерістер арқылы оның ұрпағының денсаулығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Жақсы әдет ырысын, жаман әдет қырсығын демекші, бала кезден бастап қалыптасқан тамақтану әдеттері әкенің де ананың да семіздікке жақын болуына алып келсе, ол болашақ балаларына өз әсерін тигізеді. Мысалы, әкесінің семіздікке жақын болуы сперматозоидтардың ДНК метилдену құрылымының өзгеруімен байланысты. Ол ұрпақтарда метаболизмдік бұзылулардың дамуына ықпал етуі мүмкін. Сонымен қатар, әкеде фолат сияқты маңызды қоректік заттардың тапшылығы балалардың туа біткен ақауларының жиілігін арттырумен байланысты. Ауру айтып келмейді, дейді қазақ халқы. Алайда көптеген аурулардың түп тамыры адамның жас кезінде қалыптасқан өмір салтында жатыр. Шылым шегу, алкоголь және есірткі заттарын қолдану сияқты зиянды әдеттер тек адамның өзіне ғана емес, оның болашақ ұрпағына да кері әсерін тигізуі мүмкін. Ғылыми зерттеулер дәлелдегендей, бұл әдеттер репродуктивті денсаулыққа, жүктілік барысына және болашақ баланың даму мүмкіндіктеріне кері әсерін тигізеді. Темекі ағзаны баяулайтын әдет. Балалық шақтан немесе жасөспірімдік кезеңнен басталған темекі шегу репродуктивті жүйеге ауыр соққы береді. Темекі құрамындағы никотин және басқа уытты заттар сперматозоидтардың сапасын төмендетеді, ДНК-ның зақымдануына әкеледі. Шылым шегетін ер адамдардың балаларының арасында туа біткен ақаулар мен иммунитет әлсіздігі жиі кездеседі. Ұрықтану қабілеті төмендеп, бедеулік қаупі артады. Жасөспірімдік кезеңнен темекі шегу аналық жасушалардың зақымдалуына және менструалдық циклдың бұзылуына алып келеді. Жүктілік кезінде темекі шегу жатырдағы нәрестенің гипоксиясына, түсік тастауға және мерзімнен бұрын босануға себеп болуы мүмкін. Темекі тартатын аналардың балаларының интеллекті төмен, иммунитеті әлсіз болады, дейді медицина зерттеулері. Алкоголь тек адамның өзіне ғана емес, оның ұрпағына генетикалық деңгейде әсер ететін ең қауіпті факторлардың бірі. Жас кезінен алкогольге әуестенген ер адамдардың сперматозоидтары мутацияға ұшырайды. Бұл генетикалық аурулар мен бедеулікке әкелуі мүмкін.
Алкоголь тестостерон деңгейін төмендетіп, жыныстық функцияны әлсіретеді. Оны жиі тұтынатын ер адамдардың балаларының арасында аутизм мен гиперактивтілік синдромының таралу деңгейі жоғары. Бала көтерер алдында және жүктілік кезінде алкоголь қабылдау ең қауіпті факторлардың бірі. Анасы жүктілік кезінде ішімдік ішкен балалардың дамуы тежеліп, жүрек және ми ақаулары байқалады. Бұл ауру фетальдік алкогольдік синдром деген атауға ие. Алкогольге тәуелділіктің аналық жасушаларға әсері мықты. Болашақта бедеулік және гормоналды бұзылуларға әкелуі мүмкін. Қорытындылай келе, балалық шақтағы дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік және психологиялық тұрақтылық ұрпақтың денсаулығын нығайтатын негізгі факторлар. Керісінше, зиянды әдеттер, созылмалы стресс пен дұрыс емес өмір сүру салты келер ұрпақтың физикалық және психикалық дамуына кері әсерін тигізеді. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, адамның репродуктивті денсаулығы, болашақ жүктілік барысы және баланың жүйке жүйесінің қалыптасуы ата-ананың жас кезіндегі өмір салтына, генетикалық және эпигенетикалық өзгерістерге байланысты. Дені саудың жаны сау демекші, бақытты ұрпақ тәрбиелеу үшін болашақ ата-ана өз денсаулығына, әдеттеріне және психологиялық күйіне бала кезден бастап мән беруі керек. Естеріңізде болсын, бүгінгі таңда қабылдаған шешімдеріңіз ертеңгі күннің негізі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.